биз экономисттер болгондон кийин бирден товар айналымы канча көлөмдө болуп жатыр, сону карайбыз. Бизде Иран менен соңку жылдарда товар айналымыбыз негизи жаксарган. Дөсүздөр белгилүү дәрежеде өсүм көрсөткөн жагдайлар болгон. Бирок 2025 жылдын соңуна карай бул көрсөткүч азая баштаган экен. Шамамен бул биздеги товар айналымы 500 миллион долларды курайт. Оған жетпейт де. Осы көлемнің кара деңгейинде біз Иран менен товар айналымы жагдайын жасап отырган жагдайбыз. Бирок биздин негизги сауда сериктесибиз ол Кытай болуп тур да. Биз көптөгөн товарды Кытайдан алабыз және Кытайда биздин негизги жанагы шикизатыбыздын, товарларыбыздын тутунуучусу болуп айткан кезде, сондуктан да әсіресе өмірге, тұрмыс тіршілікке қажетті тауарлардың көп бөлігін қазір біз Қытайдан алып келіп жатырмыз, оны жасыратын түк жоқ. Бұрындары біз Евразиялық экономикалық одақ деп, Украина мен Ресейдің арасындағы соғыс басталғанға дейін негізінде импорттан келетін тауардың 42,5% біз Ресейден алатынбыз. Ол кезде біз нарығымызды толық Ресейге ашып берген едік. Оның бір себебі әлемдегі өте көп алпауыт компаниялар Ресейде орналасқан еді, зауыттарын сол жақта ашқан еді. Toyota да өзі сол жақта өндіріс құрған еді дегендей. Сол товарлардың бәрін біз оп-оңай ортақ Евразиялық экономикалық одақтамыз деп әкеле беретінбіз. Ал енді Ресей агрессор ел деді да, осы алпауыт компаниялардың бәрі өздерінің жаңағы өндіріс ошақтарын жапты, болмаса уақытша тоқтатты. Сөйтіп көптеген товарлар біз енді Ресейден тасымалдай алмайтын болды. Сосын кейін Қытай ашылды, Қытай нарығынан Қытайдан таси бастады. Сонда қазір Ресей екіншілікке өтті де, бірінші орында қазір Қытаймен сауда қарым-қатынасымыз шықты. Сонда қазір егерде енді Қытайдың экономикасы бәсеңдесе, Қытайдағы белгілі дәрежеде жаңағындай экономикалық өсім бәсеңдесе, іскерлік белсенділік бәсеңдесе, сөз жоқ бізге әсерін тигізеді. Бірінші кезекте жаңағы импорттың келетін бізге тұтынатын тауарларымыздың бағасының өсімі болса, инфляцияға әсері. Екінші кезекте логистика, өйткені біз осы логистика арқылы дәліз құрып отырмыз да, қазір Қытайдың тауарларын Еуропаға жеткіземіз деген батыс Еуропа дәлізі. Бұл өткен жылдағы біздің экономиканың ең үлкен өсімі осы транспорт логистика саласы болған. Ал енді экономикалық ана жақта тауар өндірісі бәсеңдейтін болса, демек логистикада үлкен зардапқа шегеді деген сөз. Яғни бұл да біздің Қазақстан экономикасына тағы бір соққы деп айтуға болады.